Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Жаңағы запись үзіліп кетті. Әңгімеміз болса бітпей қалды. Соны бітіріп қояйық. Жаңағы аятқа қатысты және жалпы Бәләмға қатысты оқиға, қисса. Көргеніміздей, Алла сақтасын, адам ғалым болып тұрып та осындай бір анық бір күфірге түсуі мүмкін екендігі. Себебі ғалым адам. Кейбір бауырлар жаңағыдай болады. Ғалымдарды бір ешкімнен қорықпайтын сондай бір адам деп елестетеді. Яғни мысалы біз айтсақ, енді кейбір ғалымдар хақты баяндамайды деп, немесе керісінше адамдарды адастырады деп біреулер айтады. Қалай деп сонда ғалым, яғни қорқады деп ойлайсың ба дейді. Я, қорқуы мүмкін, енді ғалым ол адам ғой, не болса да. Яғни бізде қандай сезімдер болса, ғалымда да сол сезімдер бар. Жаңағы мысалы қорқу, тыныш өмірді ұнату. Мысалы Бәләм, енді ол айтқанымыздай өзі үшін қорыққан жоқ, керісінше ол қауымы үшін қорықты, яғни қауымын ойлады. Яғни адам осындай да болып кетуі мүмкін, яғни ғалым адам өз ұлтын, өз отанын қатты жақсы көреді. Сол себепті тіпті адам қауымын ойлап бір күфірге түсуге дайын болады. Бәләм күфірге түскендей. Бұл енді анық дәлел. Білім жалпы гарантия емес екеніне, адам күфірге түспеуіне, немесе адам мұсылман болып тіпті өлуіне, аз дегенде тіпті бұған да гарантия емес білім. Себебі адам растан ғалым болып тұрып, ғалым болмаса да жалпы мықты бір білімі болып тұрып, адам, Алла сақтасын, өлместен алдын, яғни бір күфірге түсіп, кәфір болып өлуі мүмкін. Ол күфірден мақсат немесе сөз болуы мүмкін, күфір сөз айтып, немесе күфір амал болуы мүмкін. Жаңағыдай Бәләм қылғандай, яғни мұсылмандар мен имансыздардың арасында болған соғыста имансыздардың сафында болу, немесе адам бір күфір бір ақиданы ұстанып кеткен болуы мүмкін өлместен алдын. Жаңағы мысалы шейх, мұхаддис шейх жақында қайтыс болған. Жалпы енді сәләфи адам еді, бірақ та білмеймін, Алла сақтасын, не болған. Жаңағы сөзі Әбу-Сука я Расулалла шаква дегені, Пайғамбар саллаллаху бір жалу түсетіп, яғни шикая қылып Пайғамбар саллаллаху мұсылман адам, яғни тек Аллахқа шикая қылады. Яқуб алейхиссалам айтқандай, иннама ашку басси ва хузни илалла деп айтқан еді. Яғни сол өзінің жүрегінде бір жиналып қалған неше түрлі бір уайымды, яғни Аллахқа айтқандығы, Аллахқа шикая қылды. Өзі айтып тұр солай, иннама ашку басси ва хузни илалла деп. Мен тек қана Аллахқа шикая қыламын деп. Міне осы ақида еді. Әрбір муахид мұсылман адамның ақидасы осы. Яғни дұға қылатын болса, тек Аллахқа дұға қылады. Пайғамбарға емес, басқа бір өліп кеткен бір адамдарға емес. Енді егер де ғалым, мықты бір енді растан ғалым болып тұрып, немесе тіпті жаңағы айтқан нәрсем, яғни бір кітап оқығаным, сол кітапта бір 2-3 бет құбыри болған ғалымдардың аттары келгендігі. Енді қарасақ, бұл адамдар, субханалла, өмір бойы құбыри болып өмір сүрген адамдар. Яғни өмір бойы олардың ақидасы сол болған. Енді білімдер арасында мықты болуымен, бір кітаптары болуымен, бірнеше том-том кітаптар жазған болса да, хадис кітаптарын шарықтаған болса да олар, бірақ та енді біз немен оларға яғни көмектесе аламыз, өздері енді ширк жолын таңдаған болса. Бұл ғалымдар асылында өмір бойы кәфір болған адамдар. Яғни жалпы білім иелері әртүрлі болатындығы. Мысалы біреулер өмір бойы мушрик болады, құбури болады, өмір бойы құбури болып, енді өлер кезде де құбури болып өледі, Алла сақтасын. Біреулер болса жаңағыдай болады екен, өмір бойы енді құбури болмайды, сәләфи болады, бірақ та енді өлер кезде түсініксіз, яғни сопы болып кетеді ме, пайғамбарға дұға қыла бастайды. Осындай да бір жағдай болуы мүмкін екен. Алла сақтасын, біз бұдан енді қорқуымыз керек. Айтқым келген нәрсе, енді ғалымдар әртүрлі болатындағы. Ғалым дегенде, яғни білім иелері. Мұсылман болған ғалым емес, жаңағы сол енді құбури болсын. Өмір бойы құбури болған адам, одан кейін екінші мысалы ғалымдардың түрі, өмір бойы енді мұсылман болса да, бірақ та өлер кезде бір күфірге түсіп, кәфір болып өлуі, мысалы мына Бәләм сияқты аятта келіп тұрғандай. Енді егер де осы мүмкін болатын болса, яғни білім иесі, мықты білім иесі, ғалым болып тұрып кәфір болуы, немесе өлер кезде кәфір болып кетуі, Бәләм ұқсап, онда ғалым яғни хақты баяндамауы, немесе батыл бір нәрсені айтуы, адамдарды адастыруы, сол жаңа дүниені қалап, бұл енді әбден мүмкін екендігі. Адам енді мықты білімді болса, ол біліміне сай өмір сүреді деген нәрсе жоқ екендігі. Растан адам оқыған болуы мүмкін, бірақ та болашағын ойлап тыныш өмір қала бол дейтін имансыздардың пайдасына болатын бір сөздерді айта бастауы мүмкін. Соларға қызмет ете бастайды. Адамдарды адастырады. Немесе бұған қарағанда аз болған нәрсе, аз дегенде адам хақты баяндамайтын болады.
Жаңағы мысалы кейбір бауырларымның сөздері қалай деп, яғни ғалым хақты айтпайды деп ойлайсың ба не деп айтады біреулер. Иә, мүмкін айтпауы. Себебі асылында білім иелері бұған қарағанда жаман нәрсеге түсуі мүмкін ғой. Бұл ең аз дегенде мысалы жаман болған нәрсе. Көріп тұрғанымыздай адамдар өмір бойы кәпір болуы мүмкін, білім иелері. Немесе өлер кезде кәпір болып кеткен болуы мүмкін. Яғни жалпы білім иелері күфір акбар қылып қоюлары мүмкін екендігі. Біреулер ширк акбарға түседі, біреулер бидатқа түсуі мүмкін, біреулер жаңағы адамдарды адастырады. Енді осыған қарағанда ең төмен нәрсе адам, яғни адамдарды адастырмаса да батылды айтып, аз дегенде үндемейді, хақты баяндамайды. Бұл енді әбден мүмкін. Асылында адамдар енді кәпір болып кетіп жатқан болса, аз дегенде адам хақты баяндамауы қорыққаннан, бұл мүмкін екендігі таңғалатын еш нәрсесі жоқ. Ол ғалымдар да біз сияқты адамдар сақтанады. Бұл әңгімеміз енді именно осы Балам жөнінде болып жатыр. Немесе бұдан алдын жаңағыны айтқан дұрыс болар еді. Енді Балам деген, Балам ибн Баура деген жаңағы адамның аты болғанымен, бірақ та бұл ат тарихта енді жаңағыдай бір мағынада болған бір сөз болып қалып кетті. Бұл бір адамның аты емес, жалпы біліміне амал қылмайтын, бір мұнафиқ болған, нифаққа түскен, тыныш өмір қалап, адамдарды адастыратын, хақты баяндамайтын, сондай бір адасудың ғалымы деген бір мағынадағы сөз болып қалып кеткен бұл сөз, Балам деген. Яғни мысалы біздің уақытта кейбір енді шайхтар, мысалы хақ ақидан ұстанған, кейбір адасқан шайхтар, ғалымдар жөнінде осылай айтады. Ол адам Балам дейді. Ол адам Балам дегеннің сөздің мағынасы, яғни жаңағы сол мына Баламға ұқсатып жатыр. Ол да сондай бір адам деп, біліміне амал қылмайтын, хақты жасыратын, хаққа қарсы шығатын. Немесе тіпті біреулер бұл сөздің көпшесін ойлап тапқан, айтады Балаима дейді. Жаңағыдай біліміне амал қылмайтын, адамдарды адастыратын, қорқатын, хақты баяндауға сондай бір ғалымдар, шайхтар жөнінде біз оларды Балаима деп атаймыз. Яғни Баламдар деген мағынада. Яғни Балам деген сөз осындай бір мағынадағы сөз болып кеткен. Яғни бір мұнафиқ деген мағынада, біліміне амал қылмайтын, сондай бір сатқын бір адам деген мағынада Балам деген сөз. Біздің уақытта енді бұндай Баламдар өте көп екендігі. Көбі сол молятыр күффарға түседі, тыныш өмір қалап, мұжахидтерге, дұрыс таухид ақидасын сынатын адамдарға қарсы сөйлей бастайды біреулер. Немесе жалпы біз бұл аятты айтпақшы, мына рисалада бұл аят толықтай келмеді ғой, аяттың жалғасында فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث деп келеді. Рисалада шейх бұл аяттың жалғасы жөнінде ештеңе сөйлемеді, асылында келтірмеді аяттың жалғасын. Бұл аяттың жалғасында жақсы бір енді мәселеге келеді. Аяттың жалғасының мағынасы, Аллах айтады, егер де бұл адам жаңа Балам біліміне амал қылғанда, Аллах оған үйреткен білімге ол амал қылғанда, ларафаънаху биха деп жатыр. Субханалла, біз оның дәрежесін көтерер едік деп. Яғни ол хақта мықты тұрғанда жаңа фитнаға түспей, Аллах оның дәрежесін көтерген болар еді. Сөйтіп оның тарихта аты қалар еді. Яғни бір жақсы адам ретінде қалар еді аты. Балам деген бір жақсы адам болған деп еске алып отыратын болар едік, субханалла. Ол жаңа фитнаға шыдап, біліміне амал қылғанда. Бірақ та енді ол біліміне амал қылмады, сол себепті оның аты тарихта қалды, бірақ та жаман атпен қалды. Сондай дәрежеде жаман атпен қалды. Тіпті Балам деген сөз бұл мұнафиқ деген сөздің бір синонимі болып қалған. Міне, бірақ та оның өзі енді дүниені қалап, нәпсісіне ерген. Аллах айтады, оның мысалы дейді, жаңа Баламның мысалы, немесе соған ұқсаған басқа уақыттағы, басқа ғасырлардағы Баламдардың сипаты. Қазір жаңағы адам Балам, оның мысалы ит сияқты екендігі. Аллах ол адамды итке теңеді. Оның білімі қанша көп болса да, құлшылығы қанша көп болған болса да, шейх айтқандай, Баламды кім деп сипаттады, қалай сипаттады? Алим деп сипаттады, абид деп сипаттады. Бірақ енді ол біліміне амал қылмағаннан кейін, және айтқанымызда енді білімге амал қылмау бірнеше енді дәреже ғой, оның бәрі бірдей емес. Біреу мысалы білімге амал қылмағанда бір сүннет амалдарға, сүннет құлшылықтарға амал қылмауы мүмкін. Ал бірақ та бұл адам болса, субханалла, асылында таухидқа амал қылмай қалды. Таухидқа қарсы шықты. Сөйтіп енді кәфір болды. Сөйтіп Аллах оны итке теңеді. Мәсәлуху кәмәсәлил кәлб деп. Оның мысалы иттің мысалы сияқты деді. Ит әрдайым жаңағы тілін салбыратып жүреді ғой. Аузын ашып, тілін шығарып, қанша көрсек те, қанша қарасақ та солай жүреді. Сөйтіп Аллах жаңағы адамды итке теңеді. Фәмәсәлуху кәмәсәлил кәлб деп. Ин тахмил алейхи ялхаз ау татрукху ялхаз. Яғни ит барлық жағдайда солай екендігі, тілін шығарып жүреді.
енді жаңа біліміне амал қылмаған бәләм сияқты адам, ол да енді ол итке ұқсас жері, адам, яғни мықты бір білімге жетіп одан кейін біліміне сай өмір сүрмеген адам, ол білім алғаннан, яғни ол білімге жетпестен алдыңғы жағдайы қандай, білім алғаннан кейінгі жағдайы қандай, екеуі де бірдей екендігі. Жаңағы ит сияқты. Ол жүгірсе де, шаршаса да тілін шығарады, шаршамаса да тілін шығарады. Жаңағы ғалымның жағдайы да солай. Білім алмастан алдын ол қандай еді, білімге жеткеннен кейін ол қандай, яғни өзгеріс жоқ. Білімге жеткеннен кейін де ол Аллахтан қорықпай жаңағыдай бір таухидқа бір анық қарсы келетін бір амалдарға түскендігі. Бәләмға қатысты енді қысқаша осы айтқанымыздай, бәләм жаңағы ғалымның аты, бірақ та енді тарихта жалпы бәләм деген бір жаман мағынадағы сөз болып қалып кеткен. Біздің уақытта мысалы біз біреулер жөнінде осылай айтсақ болады, мына бір шейх бәләм екен деп, мына бір ғалым бәләм болған ғалым деп, мына бір адамдар бәләима болған адамдар деп. Одан кейін жалпы ғалымдар айтқанымыздай, адам енді растан мықты білімді болса, ол дейтін біліміне, ақидасына сай өмір сүреді деген нәрсе жоқ. Керек болса ол қазір любой уақыт мұртат болып кетеді. Яғни тыныш өмір қалап, Алла сақтасын. Одан кейін жалпы жаңа аяттағы именді кәліп деген сөзге қатысты, кәмәтәл кәліп. Енді көріп тұрғанымыздай, Аллах өзі біліміне амал қылмайтын ғалымды ит деп атап жатыр. Сондықтан да бізді еш қорықпастан, ұялмастан, бізді енді Аллахтың осы үкіміне еріп, біз де солай айтамыз. Қай бір ғалым егер де Аллахтан қорықпай, сатқын болып, имансыздардың пайдасына болатын сөз айтса, мұсылмандарға қарсы болатын сөз, имансыздарды қолдап, айтамыз, субханалла, бұл не деген бір ит адам дейміз. Ол ғалым енді жасы қанша үлкен болса да, сақалы ақ болса да, яғни бір ата болса да, ол адам, айтамыз енді бір ит болған бір ата екен деп, бұл ит болған ғалым екен. Дінімізде енді осылай келіп тұр. Бұл мен бір ойлап тапқан нәрсе емес. Бұны айтып жатқаным жалпы жаңағы бір адасқан сол шайхтар, бәләима болған шайхтар, кей кезде жаңа біздің мұжахид бауырларымызды растан бір таухидқа сай, міне Сулейман ибн Абдилла сияқты қазіргі уақытта сондай бір мықты бір бауырларымызды Аллахтың жерде, яғни шариаты болуын қалайтын, ақидаларын изхар қылып, күфр бит тағут қылып, солай бір толықтай бір таухидқа сай өмір сүргісі келетін бауырларымызды жаңағы сол бәләима болған шайхтар, оларды хавариж деп атайды, енді түсінікті. Яғни мұжахидтерді мысалы әрдайым біреулер сол хавариждер деп жатады. Енді оларды хавариж деп айтқаннан кейін хадисте қалай келген еді? Хавариждер тозақтың иттері деп келді. Сөйтіп олар енді мұжахидтерді мысалы иттер деп атайды. Енді біз де оларды еш қиналмастан ит деп айта алатындығымыз. Олар жаңа сол хадистен дәлел келтірсе, мына адамдарды ит деп айтуға болады деп хадисте келген деп, пайғамбар саллаллаху алейхи айтып кеткен деп, хавариждер иттер деп, біз айтамыз, сендер өздерің енді итсіңдер, сендер ит екендіктеріңді біздің Раббымыз айтқан, Аллах айтқан, сен сияқты адамдарды ит деп. Яғни таухидқа қарсы шығатын адамдар, Аллах оларға білім берді, бірақ та олар ұялмастан сол білімді Аллахтың діні женуі үшін емес, жерде таухид орнауы үшін емес, керісінше таухидқа қарсы қолданады білімдерін, тағуттардың сапына шығып, муахидтермен күресіп, жауласып. Сондықтан да бұндай адам, яғни ит екендігі, бұған дәлел осы міне аят. Біліміне амал қылмайтын ғалым ит екендігі. Жақсы, келесі дәлел, 13-ші дәлел. Аят: «Вала таркану илаллазина заламу фатамассакумун нар, ва ма лакум мин дуниллахи мин аулия сумма ла тунсурун». Шейх айтады, Аллах бұл аятта енді рукуннан мақсат кішкене бұрылу деген мағынада. Яғни адам мысалы жүрегімен сол имансыздарға қарай бұрылуы, соларды жақсы көріп, солардың қасында жүргісі келіп, яғни соларды ұнатуы, солармен дос болуы. Шейх айтады, Аллах бұл аятта жалпы, яғни залымдарға жақындаудан қайтарып жатыр. «Валя таркану илаллазина заламу» деп. Залымдарға жақындамаңдар. Неге? Фатамассакумун нар. От тиіп кетеді. Жаңа адамдарға келген азап, жаңа залымға келген азап, оның қасында адамдарға да тиіп кететіндігі. Адам сондықтан сақ болу керек, олардың қасында жүрмеу керек, алыс жүру керек. Шейх айтады, أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار. موجب деген осыған дейін келді ғой, жаңа мужибатун деп. Яғни уажип қылатындығы.
яғни міндетті түрде ол болатындығы. Кім егер де залымдардың қасында жүретін болса, кәфирлерден болған сол неше түрлі тағут залым адамдардың қасында, бұл адам азапқа ұшырайтындығы, яғни солардың қасында жүргендігі үшін. Шейх айтады, айтқанда шейх осыны каждый дәлелде қайталап айтып жатыр. Яғни бұл аятта қорыққан адамға болады деген нәрсе жоқ екендігі. Кім егер де қорықса, болашағын ойлап, жақсы, ол адамға жүре берсе болады деген нәрсе жоқ. Шариғатта ондай үкім жоқ. Айтқанымыздай осыған дейін адам сақтанса болады, нағыз енді әлсіз болса, имансыздардың арасында жалғыз өзі болса, қорықса, барынша енді имансыздармен жауласпай, ақидасын изхар қылмай, жаңа адауатты изхар қылмай, яғни вражданы, барынша олармен жұмсақ сөйлессе болады. Бірақ та не болса да олармен дос болуға болмайды. Олардың қасында жүріп, дос болып, разылығын тауып солардың жоқ. Көріп қалған кезде жұмсақ сөйлессе болады, енді оны бір оған бір имансыздардың бір зияны тиіп кетпеу үшін, азаптамау үшін мысалы. Шейх айтады, бұл өте маңызды болған сөз. Шейх айтады, қалайша дейді, егер де адам міне осы жаңа имансыздармен дос болуды өзіне жол қылып алған болса дейді, өзіне ұстаным қылып алған болса, дін қылып алған болса, оны бір жақсы ой деп білетін болса, бұл сөз мағынасы не? Яғни біздің уақытта мысалы араб елдері, Саудия, Америкамен дос. Әрине, олар осы жолды енді дұрыс деп ойлайды, осылай болу керек деп, дұрыс деп. Яғни олар бұл саясатты хикма деп ойлайды. Қылып жатқан амалдарын қате демейді. Керісінше осы дұрыс дейді. Бұл адаммен енді жаңа адамның айырмашылығы бар екендігі, біреу мысалы қорыққаннан, бір олармен жақсы мәміле қылуы, сақтануы үшін, ал бұл болса арастан соны дұрыс деп ойлайды. Шейх айтады, шейх енді өзінің уақытында адамдарды айтып жатыр ғой. Яғни имансыздармен жаңа дос болу бұл болмайтын болса, қалайша дейді жаңағыдай адамдардың, олардың жағдайы не болады дегені. Олар осы жолды, имансыздармен дос болуды, олар өздеріне бұл жолды дін қылып алған. Олар осыны дұрыс деп ойлайды. Және бұл бір жақсы бір ой деп ойлайды, имансыздармен дос болу. Олар оны бір хикма деп біледі. Дос болуымыз керек деп ойлайды имансыздармен. Яғни біз хаким болуымыз керек деп. Субханалла, біздің уақыттағыдай. Араб елдері Америкамен дос болады, бәрі енді осылай ойлағаннан кейін. Яғни бұл стратегия деп, мысалы, бұл саясат деп, бұл болады деп, бұл хикма деп. Шейх айтады, шейх айтады, яғни жаңағы сол адамдардың сипаты, шейхтің уақытында адамдардың сипаты. Олар біріншіден сол жолды, яғни имансыздар жақсы көруді, олар арасынан бұны өздеріне жол қылып алған, дін қылып алған. Олар бұны бір кей кезде қылмайды. Яғни бір маслаха үшін, арасынан бір дини бір маслаха үшін, яғни бұл немесе бір сульх емес. Бұл арасынан дос болу. Олар оны өздеріне дін қылып алған. Және осыны олар бір күшті бір ой деп ойлайды, яғни хикма деп осы. Одан кейін олар барынша жаңағы сол түріктерге көмектеседі. Және олар таухидтың кетуін қалайды. Таухидтың және таухидты ұстанатын адамдар ұтылуын қалайды. Немесе яғни мушриктер ұтқанын қалайды олар. Дейді. Бұл дейтін енді жаңа сол рукун деген нәрсенің, жаңа аятта келгендей деп, яғни рукунның ең бір жаман болғаны осы дейді. Яғни ең бір куфр болған рукунның түрі осы дейді. Міне осылай болу. Адам имансыздармен дос болып, муахидтерге қарсы соғысатын болса, бұл енді ең бір жаман болған куфр болған рукунның түрі екендігі. Жалпы енді бұл аятта деп келді, залымдарға жақындамаңдар деп. Растан жалпы шариғатымызда, яғни бұл аятта енді кәфирлерге жақындамаңдар деп келмеді, залымдарға жақындамаңдар деп келді. Ол залым мұсылман болса да, жалпы дінімізде залымды қолдауға болмайды. Тіпті ол мұсылман болса да, мысалы залым патшалар. Біз енді жалпы алдын бір сабақтар қылғанбыз ғой осыған қатысты. Сараптардың сөздерін келтіріп, жаңа ғалымдарға қатысты, сарап ғалымдар қандай болғандықтары, патшаларға мен олар ондай жұмсақ болмаған. Субханалла. Егер де патша залым болатын болса, ондай патшамен дос болуға болмайды. Енді егер ол мұсылман болса, біз оған итаат қыламыз, қару көтеріп оған қарсы шықпаймыз, бұл болмайды. Мойындаймыз. Бірақ та енді ондай адамды дос тұтуға болмайды.
яғни оның қасында жүріп, соның қасында жүргеніне, мысалы отырғанына мәз болуға болмайды. Залымдардың қасына жақындамаңдар деп жатыр Алла. Ал біздің уақытта кейбір ғалым дейтін адамдар, яғни растан кәдімгідей мәз болады патшаның қасына жақындап жатқанына, соны бір құрмет көреді, абырой көреді. Субханалла. Немесе субханалла, бұлар аз дегенде патшаларын сонда тіпті залым емес деп ойлайды ма екен? Сонда растан кәдімгідей бір салих, бір өте бір тақуалы, бір салихалы, сондай бір патша деп біледі ме екен бұл патшаны? Жалпы осы үкіметтегі адамдарды олай болмаса керек, мойындаса керек, аз дегенде бұлар залым екенін. Себебі Саудияда қаншама адамдар түрмеде отыр ғой. Қаншама адамдар Саудияда түрмеде отыр. Белгісіз бір себептермен де қамап тастай береді. Әділ деген нәрсе жоқ. Қаншама әкелерді үйлерінде балдары күтіп отыр. Субханалла. Бұл зұлымдық емес пе? Қаншама әйелдердің күйеулері түрмеде отыр, қаншама балдардың әкелері түрмеде отыр, қаншама аналардың балдары түрмеде отыр. Халид ар-Рашид мысалы, Алла сақтасын, не болды? Шығу керек еді, тағы 20 жыл берді ме? Сонда ол 40 жыл отырады таухид елінде. Бұл не деген масқара вообще? Бұл не деген зұлымдық? Аллаху мустаан. Яғни біздің уақытта мысалы кәфір демесек те, аз дегенде біздің уақытта патшалар енді залым екендігі, залымның қасында жүруге болмайды. Қайда жаңа ғалымдар? Құран оқымайды ма? Аллахтан қорықпайды ма? Аллах айтып тұр оларға: "Валя таркану илаллазина заламу фатамассакумун нар" деп. Жақындамаңдар деп оларға. Олар болса жақындай береді, соған мәз болады. Айтқанымыздай, адам қанша ғалым болса да, енді просто басқа шайхтар бар ғой, мысалы, патшаға жақындамайтын. Неге мысалы сондай болмасқа? Неге адам ұнатады патшаға жақындауды? Басқа үлкен ғалымдар бар ғой, мысалы шайх Баррак сияқты. Зиярат қылғанмын, альхамдулилля, көріп үлгердім. Үлгердім дегенде енді шайх әлі тірі ғой, бірақ та мен субханалла баяғыдан бері енді қорқатын едім, сол шайх Баракты ақыры көрмей кетем ба деп. Мен енді документім жоқ қой, басқа қалаға баратын, шайхтарды зиярат қылатын. Сондай мүмкіншілік менде енді пайда болды. Сөйтіп мен сразу сол мүмкіншілікті пайдаланып көптеген шайхтарды зиярат қылып шыққанмын. Ең бірінші зиярат қылған шайхым енді үлкен танымал ғалымдардан сол шайх Баррак еді. Аз дегенде көргім келетін еді. Атак Аллахтың қалауымен бірнеше рет бардым, сабақтарына қатыстым. Бір рет Мағриб пен Ишан арасында отырып, бір 20 минуттай мәселелестік, сұрақ қойып. Мысалы шайх Баррак, Алла разы болсын, өзімен өзі мешітте, бірақ енді запрет қылды. Альхамдулилля, мен оның сабағына қатысып үлгердім. Одан кейін запрет, сабақ бермейді шайх. Сабақтар